Тоқбаев атындағы номер 53 орта мектептің 9 сынып оқушысы Жамалат Қызағырке боламын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ әйелдерінің құқықтық аспектісі. Менің тақырыбыма байланысты қандай тың деректер туралы айтып бере аласыз? Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Жобаңызға табыс тілейміз. Біз осы Қазақстан тарихында, нақты осы 20 ғасырдың 20-50 жылдар аралығындағы тарихта біздің білерімізден әрі білмесіміз көп. Сондықтан да сізді осы тақырыпта зерттеу жасап отқаныңызға қуаныштымыз. Қазақ әйелдеріне келсек, осы репрессия жылдарында ең үлкен террор, 37-38 жылдардағы репрессияда тек біздің зиялы қауым өкілдері ғана емес, олардың әйелдері де қуғынға ұшырап отырған. Жұмысымның мақсатына тоқталайын. 1920-1930 жылдары Сталиннің қуғын-сүргінге ұшыраған қазақ әйелдерінің қайғылы тағдыры жаңаша көзқарас тұрғысынан бұрынғы ғылыми айналымға ене алмаған тарихи деректер мен естеліктер негізінде жан-жақты зерттеу болып табылады. Ал осы мақсатқа қол жеткізу үшін саяси қуғын-сүргіннің қазақстандық қоғамдық саяси өмірдің тигізген зардаптары, құқық қорғау органдарының жазықсыз жазалау саясатының барысында қызмет көрсетуі, әйелдердің, әсіресе қазақ әйелдерінің саяси, құқықтық және әлеуметтік жағдайын мәнін ашып көрсету, саяси шаралар мен экономикалық науқандар тұсындағы әйелдердің қуғындалу себептері мен көлемін айқындау, еңбек пен түзету лагерлері мен түрмелердегі әйелдердің жағдайын және саяси қуғын-сүргінге ұшыраған әйелдердің қайғылы тағдырын ғылыми еңбектер мен деректер негізінде жан-жақты зерттеу болып табылады. 1920-1930 жылдары Сталиннің қуғын-сүргін қазақ қоғамына, елдің бірлігіне, ұлттық санағына және қазақ отбасына тегенді жұмысының негізгі бөліміне тоқталайын. Кеңестік тоталитарлық қоғам тұсындағы ұлт мүддесінің аяқ асты болған тұстарын ақиқатты тұрғыда зерделеп, парасатпен зерделеу бүгінгі күннің кезек күттірмейтін мәселесі деп ойлаймын. Кеңестік қоғам кезіндегі қазақ тарихының жаңаша бағытта зерделейтін тұстары көп екендігі барлығымызға белгілі. Билік құрылымдарының кез келген отбасы мен жеке адам өміріне белсене араласқандықтан әйелдер мен қыздар жазықсыздан жазықсыз жазаланып, арнайы лагерьде жазаларын өтеді. Өйткені олар отанын сатқандардың отбасы мүшесі деп айыпталған еді. Осыған орай Сталиннің қуғын-сүргін жылдарында ер адамдармен бірдей тең құқықты иеленіп, сондай дәрежеде қудаланған әйел аналардың тағдырын қайғылы тарих бетте. Бұл дабыл қоңырауы. Мен бірақ бұған дабыл қоңырауы емес, өлім қоңырауы деген атау бердім.